Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, нәзік кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажет жұмыртқа, қант, сармай, ұн, сүт және разъединитель. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап үлпілдек масса болғанша көтерілгенше миксерлеп аламыз. Одан кейін үстіне қалған ингредиенттерімізді қосамыз. Яғни бөлме температурасында жұмсақ сармайымызды, сүтімізді және міндетті түрде електен өткізіп ұнымызды саламыз. Оның үстіне разъединитель саламыз. Осы массамыз біркелкі болғанша жақсылап миксерлейміз. Осылай миксерлеп аламыз да, одан кейін жан-жағын бір лопаткамен жинап алып, тағы да миксерлейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Осындай қоймалжы масса дайын болады. Осыны арнайы осындай кондитерлік мешочка құйып аламыз. Өйткені формаға құйып орналастырғанға өте ыңғайлы. Мен осындай кекс пісіруге арналған капсулаға құйып шықтым. Осындай капсуланы қатты толтырмай, жартылай құйып шығамыз. Егер бұндай болмаса, кекс пісіруге арналған силиконды формаға да қасықтың көмегімен құйып орналастырып шығуға болады. Алдын ала қыздырылған пеште 20-25 минутқа қызарғанша пісіреміз. Мінекей кекстеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жұп-жұмсақ, үлпілдек әрі нәзік болып шығады. Үйдегі бар қолжетімді заттармен дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бізге барлығымызға, отбасымызға қатты ұнады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Перизат Манатовна.